Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Мақсат, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Қымбатты достар, бүгінгі тақырып созылмалы аурулармен ауыратын жандарға ипотека. Бұл мемлекеттік бағдарлама. Сіздер Мақсат пен YouTube каналын тамашалап отырсыздар. Бұл каналда 200-ден астам баспана мәселесіне байланысты бейне сабақтар бар. Подписаться басы, бейне роликтер таратып жүрсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді. Қазақстан Республикасы тұрғын үй қатынастары заңына сәйкес үй кезегіне тұра алатын 12 категория бар. Сол категорияның бірі созылмалы аурулармен ауыратын жандар. Енді бұл категория бойынша үй кезегіне тұру үшін соңғы 5 жыл аттарыңызда баспана болмауы шарт. Астана, Алматы, Шымкент қалаларында 3 жыл прописка қажет. Өзге қалаларда прописка қажет емес. Категорияңыз сай келіп тұрса, соңғы 5 жыл аттарыңызда баспана болмаса, үй кезегіне тұра бересіз. Енді бір ескере кететін жайт, жан басына шаққан кезде табыс, бұл сіздер Нұрлы жер шаңырақ бағдарламасына қатысатын боласыздар. Мемлекеттік бағдарлама 3-7 күнкөріс деңгейінен аспауы тиіс табыс. 2023 жылы бір күнкөріс деңгейі 40.567. 40.567-ні көбейтеміз 3-7-ге 150.097. Достар, ескере кететін бір жайт. Күнкөріс деңгейі жыл сайын өзгеріп отырады. Егер сіздер 24 жыл, 25 жылдар көріп отырсаңыздар, сол сәттегі күнкөріс деңгейімен санайсыздар. Мына асып кетпеу керек дегеніміз не? Не үшін ол жасалынған? Яғни әлеуметтік жағынан жалақысы жоғары адамдар бұл ипотеканың түрін алмаса екен деген. Себебі қазір пайызын да көресіздер, ипотека бойынша берілетін үйлердің де қаншалықты арзан болатынын көретін боласыздар да. Сондықтан үлкен табыс бұл жерде қатыстырмайды. Мысалы, өзіңіз болсаңыз 150 мыңнан сіздің табысыңыз қолға алатын асып кетпеуі тиіс. 2 адам болсаңыз осыны 2-ге көбейтесіз, 3 адам болсаңыз 3-ге, 4-ге, 5-ге дегендей әрмен қарай кете береді. Енді қосымша социальный уязвимый слой населения деген подкатегория бар. Сол жерде категория. Созылмалы аурулармен ауыратын жандар сол категорияның ішіне кіреді. Яғни ол дегеніміз, сіздер егер Нұрлы жер шаңырақ бағдарламасы бойынша конкурстан өтіп, ертең оценканы жасап, уведомление алып тұрғын үй фондына барған кезде сіздерге мемлекет тарапынан тұрғын үй сертификатын алу мүмкіндігі бар деген сөз. Тұрғын үй сертификатын алу үшін табыс жан басына шаққан кезде 3-1 күнкөріс деңгейінен аспауы тиіс. 2023 жыл бір күнкөріс деңгейі дегеніміз 40.567, 40.567-ні 3-1 көбейтеміз, 125.757 теңгені тұрғын үй сертификатын алу үшін осыдан асып кетпеулеріңіз тиіс. Енді сертификат дегеніміз не? Қазір мен сіздерге ол жөнінде бейнероликті соңынан қалдырып қоямын, былай шығады, өздеріңіз көресіздер. Бұл мемлекет тарапынан берілетін қайтарымсыз ақша. Бүкіл Қазақстан бойынша беріле бермейді. Ол үшін сіздердің жилищное управление, жилищный фонд, акиматтарыңызда оған деген бюджет болуы тиіс. Мысалы, Нұрлы жер шаңыраққа қатысып, өздеріңіз кейін сұрасаңыздар болады. Осы бағытта бізде бюджет бар ма дегендей ше. Мысалға, Астана қаласында тұрғын үй фонды сертификатты береді, 1,5 миллион теңгеге дейін тұрғын үй басқармасы. Енді бұл Нұрлы жер шаңырақ бағдарламасы бойынша үйді тек мемлекет соққан үйлерден аласыздар. Өздеріңіз кез келген үйді таңдау мүмкіндік жоқ. Бағдарламада Нұрлы жер шаңырақ 5% беріледі, 10% бастапқы жарна. Әр қалада жылына конкурс өткізіліп тұрады. Бір қалада 1 рет болады, үлкен қалаларда 4 рет, 5 рет одан да көп болуы мүмкін. Мысалы, Астана, Алматы, Шымкент қалаларында көп болады негізі жылына конкурс. Конкурс жыл кезегімен и вознаграждениемен өтеді. Егер бұл категория бойынша сіз біраз уақыттан бері кезекте тұрсаңыз, онда ол сіз үшін плюс болады. А егер отбасы вознаграждение бойынша болған конкурста отбасы банкында жинаған депозитіңіз бар болса, ол да плюс болады. Бұл жерде сіз депозитті сатып аламайсыз, өзіңіздің туысқандарыңыздан өзіңізге уступать етіп алсаңыз болады. Ол да сізге бір плюсын береді, өзіндікше. Енді бағана айттым ғой сіздерге, бұл бағдарламаның тиімділігін қазір көресіздер деп. Мынау қазір Астананың бағасы, қазіргі сәтке бағасы. Сіздердің қалаларыңызда арзан да болуы мүмкін, қымбат болуы мүмкін. Және де сіздер қазір бұл видеоны мысалы кейін көріп тұрсаңыздар, сол сәтте сіздерде уже үйдің бағасы қымбаттап кетуі мүмкін. Мысалға, бір бөлме қазір 40 шаршы метр Астана қаласында, осы Нұрлы жер шаңырақ бойынша акимат соққан үйлер 220 мың теңгеден. 40 шаршы метрді көбейтеміз 220-ға 8.800.000 болады үйдің бағасы. 70 мың теңге төлем 14 жылға. Керемет емес пе? 5%-бен. 2 бөлме 60 шаршы метр 220 мыңнан. 13.200.000 үйдің бағасы 110 мыңнан 14 жыл төлейсіздер. 3 бөлме 80 шаршы метр 220 мыңнан 17.600.000 үйдің бағасы 140 мыңнан 14 жыл төлейсіздер. Сондықтан достар, егер кім-де-кім осы категория бойынша тұрғын үй кезегінде тұрса, тұрғын үй кезегін жай ғана күтіп отырудың қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Себебі тұрғын үй кезегін күтпей, осындай бағдарламаларға қатыса берсеңіздер болады.
яғни бұл жағдайда нұрлы жер шаңырақ бойынша өзіңіз жұмыс жасамасаңыз жұбайыңыз сіздің орныңызға табыс тастай алады, бала шағаңыз табыс тастай алады, бала шағаңыз стипендиясымен табыс тастай алады дегендей ше. Сондықтан қатысып өздеріңіздің, мен енді айтып отырмын, мен бұндай бейнероликтер түсіру негізгі себебі әйтеуір халыққа бір пайдам тисе деймін, халқым баспаналы болса екен деймін. Сондықтан сіздерге деген таза тілек ниетімді жібердім. Қымбат достар, ақпарат пайдалы деп санасаңыздар, таратсаңыздар өтініш, мен YouTube каналыма жазылып қойсаңыздар, подписаться баспай, комментарийда жаза кетсеңіздер. Әр қазақстандық баспаналы болсын, мақсатпен мақсатқа.